балалар, отырамыз. Сыныпта кезекші кім? Мен Нұржан Саят, бүгін сыныпта барлық оқушы түгел. Жақсы, рахмет көп, отырамыз. Ал құрметті балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Алдымен сіздерге бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайық. Біз сіздермен мюзикл әдісі арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Қазір барлығымыз мына плакатқа қарасаңыздар. Бұл жерде ретсіз әріптер жазылған. Осы жерден сабақтың тақырыбы шығарылған. Жақсы, тамаша. Тың игеру жылдарына Қазақстан. Жақсы, тамаша. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тың игеру жылдарындағы Қазақстан. Сабақтың мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беру. Сабақтың мақсаты барлықтарыңызға түсінікті ме? Жақсы, ондай болса, бүгінгі сабақ туралы алдымен бейнероликке назар аударайық. Тың игеру жылдарында Қазақстан. Көлемде жер жыртылды. Тың игерудің пайдасы қандай болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Тың игеру туралы не білесің? Тың игеру, тың және тыңайған жерлерді игеру КСРО-да, атап айтқанда Қазақстан, Сібір, Орал, тағы басқа өңірлерде 1954-1960 жылдары жүргізілген науқан. Жалпы соғыстан кейінгі алғашқы жылдар ауыл шаруашылығы үшін аса қиын болды. Құрғақшылық елдің, әсіресе оның еуропалық бөлігінің ауыл шаруашылық жағдайына өте ауыр. Балалар, бейнероликті тыңдадыңыздар, көрдіңіздер. Тың және тыңайған жерлерді игеру туралы саясат шешім қашан қабылданды, бұл туралы толық ақпарат алдыңыздар. Тың және тыңайған жерлерді игеру туралы шешім 1954 жылы коммунистік партияның орталық комитетінде шешім қабылданды. Бұл саясаттың негізгі мақсаты халықты астықпен қамтамасыз ету, астық тапшылығын жою болып саналатын. Тың және тыңайған жерлерді игеру туралы шешімге байланысты Қазақстанда, Оралда және Сібір аймақтарында осы тыңайған жерлерді игеру жұмыстары жүргізілген болатын. Бейнероликтен өздеріңіз көрдіңіздер, Қазақстанның 6 аймағында тың жерлерді жырту жұмыстары жүргізілген болатын. Балалар, қазір мен сіздерге тапсырма беремін, жұптық жұмыс орындаймыз. Бізде бірінші картамен жұмыс, тың игерілген аймақтарды көрсету, тың игеру туралы ақпараттармен бөлісу. Бірінші қатарда бұл болсын. Одан кейін екінші, тың игерудің жағымды жақтары, сетті талдау кестесі арқылы жүргізіледі. Екінші, тың игерудің жағымсыз жақтары, бұл да сетті талдау кестесі арқылы жүргізіледі болады. Қазір мына кестені сіздерге таратып берейін. Сіздерге жұптық жұмыс арқылы орындайтын боламыз бұны. Бұл болсын сіз картамен жұмыс, тың игерілген аймақтарды көрсету және тың игеру туралы ақпараттармен бөлісу. 1954 жылы осы тың игеру туралы қаулы қабылданған. Қазақстанның көбінесе солтүстік аймақтарында жүргізілген, атап айтқанда Қостанай, Торғай, Ақмола, Көкшетау, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында жүргізілген. Бұл тың игеру туралы қаулы астық өнімін жоғарылату туралы болған. Жақсы, рахмет көп. Орныңызға отыра ғой. Ал келесі бізде сетті талдау әдісі бойынша Арман және Бағдәулет. Жағымсыз жақтары. Әлеуметтік Қазақстанға түрлі елдерден адамдар келді. Солардың ішінде қылмыскерлер де болды.
экономикалық дәстүрлі мал шаруашылығы орны толмастай шығынға ұшырады. Бұл жағдай тиісінше ет, сүт өнімдерінің тапшылығын туғызды. Демографиялық орыс тілі тұрғындардың пайдасына шешілуі қазақ тілі мәдениетін ауыр жағдайға ұшыратты. Технологиялық экстенсивті әдіспен жүргізілді барлық технология. Экологиялық қаншама миллиондаған аударылған жерлер жер эрозиясына ұшырады. Жақсы, өте тамаша, керемет жауабыңа рахмет. Келесі жағымды жақтары. Жағымды жақтары. Ал Нұргүл. Жағымды жақтары әлеуметтік миллиондаған гектар жерді жұрттық елді мекендер салу, мал жайылымдарын және жемшөп дайындайтын алқаптардың ауқымын таратты. Экономикалық ғылым және мәдениет дамыды. Қазақстан астықты елге айналды. Демографиялық Қазақстанға басқа жақтан халықтар келіп, халық саны көбейді. Тың игеру барысында 1960 жылдардың басына дейін Қазақстанға 2 миллионға жуық адам қоныс аударды. Технологиялық Қазақстанға мамандар және техникалар келе бастады. Металлистер дамыды. Техника көбейтіліп, машиналарды материалдық ынталандыру шаралар жүргізілді. Экологиялық 1948 жылдың өзінде Қазақстанда 6,5 миллионға жер жасалды. Жақсы, өте керемет. Рахмет. Көп. Ал, үшінші жұп. Тың игерудің жағымсыз жақтары әлеуметтік жағы. Қазақстанда тың және тынаған жерлерді игеруге келгендер арасында қылмыскерлер де болды. Нәтижесінде тәртіп бұзушылық пен қылмыс етек алды. Демографиялық жағдай. Қазақ мектептері, қазақ тіліндегі газет-журналдар азайды. Тың игерілген облыстарда 700 қазақ мектебі жабылды. Экологиялық жағдай күрт нашарлады. Аса көп территория жыртылып, нәтижесінде көл-жер тіршілікке жарамсыз болып қалды. Топырақ эрозияға ұшырап, жерді құнарлыға азайды. Экономикалық жағы мал шаруашылығының дамуы артта қалды. Мал шаруашылығының шығынға ұшырауынан ет сүт өнімдерінің көлемі де азайды. Технологиялық жағынан тың игеру интенсивті әдіспен емес, экстенсивті әдіспен өндірілді. Жақсы, өте керемет жауаптарға барлығы нақты көрсетілген. Көп рахмет. Ал енді біз келесі тақырыпқа көшейік. Жеке жұмыс. Ол тақтаға назар аударсаңыздар, ПТМС әдісі арқылы тың игеру саясатының Қазақстанға тигізген әсеріне баға береміз. П. Позиция. Өз позицияларыңызды дәйектейсіздер, яғни тың игеру саясаты дұрыс болды немесе қате болды. Сосын түсіндіресіздер өз позицияларыңызды, мысал келтіресіздер және салдарын жазасыздар. Сіздерге 8 минут уақыт. Ал, бастайық. Берілген уақыт осымен аяқталды. Енді тың игеру саясатына өз бағамызды берсек. Ал бірінші, Олосын бастайық ғой. Қалғанымыздарымыз мұқият Олосын тыңдайық. Позиция. Бұл шешім дұрыс болмады. Түсіндіріп, қазақ жеріне өзгеріс пен серпіліс әкелді. Мысалы, Қазақстан басшылығы бұл шешімді қабылдамады. Шаяхметовті орнынан түсіріп, Пономаренконы сайлады. Салдары: жер эрозияға ұшырады, мал шаруашылығы төмендеді, қазақ мектептері азайып, астық бағасы төмендеді. Жақсы, рахмет. Көп. Сенің шешімің бағам бұл тың игеру туралы саясат дұрыс болмады. Жақсы, өте тамаша. Ал Арман өз бағамды бере ғой. Менің позициям тың игеруге қатысты шешім дұрыс емес. Көптеген жерлер жер эрозиясына ұшырады. Сол эрозияға ұшыраған жерлерге шөп шықпай тиісінше ет сүт өнімдерінің жоқтығына әкеліп соқты. Миллиондаған гектар жерді жырту, елді мекендер салу, мал жайылымдарын және жемшөп дайындайтын алқаптардың ауқымын тарылтты. Осы себептен малдар қырыла бастады. Жақсы, керемет. Бағдәулет, сенің бағаң қандай болады екен? Тың игеру саясаты дұрыс емес болды. Өйткені көптеген жерлер жер эрозиясына ұшырап кетті. Қазақстан Республикасына 63 адам келді, бірақ 150 мыңы ғана механизатор еді. Олардың ішінде қылмыскерлер де болды. Бұл жағдай ет сүт өніміне тапшылық туғызды. Жақсы, тамаша. Сізде әзірше тың игеру туралы саясат дұрыс емес болды деген баға. Ал Нұргүл өз бағаңды бере ғой. Менің позициям тың
шешімін қабылдау дұрыс болды. Тың игерушілерді көтеріңкі рух еңбекке деген құлшыныс жоғары болды. Экономика, ғылымы және мәдениет дамыды. Қазақстан астықты елге айналды. 1940-1970 жылдар ішінде Қазақстанда 15 жаңа қала, 86 қала, поселка, жүздеген шағын елді мекендер пайда болды. Қазақстанға басқа жақтан халықтар келіп, халық саны көбейді. Қазақстан мамандар және техникалар келе бастады. Жақсы, Нұргүл өте керемет бағам отыралы. Ал Саят. Менің позициям тың игеру жоспары дұрыс болмады. Түсіндіру, мал жаятын жерлер азайды. Мысалы, құнарлы топырақ құнарын жоғалтты және ол жерлерде жем-шөп азайды. Салдар, өйткені көп тың игеру дұрыс. Ал келесі Айолым. Менің позициям тың игеру шешімін қабылдау дұрыс болмады. Қазақстанның тың өлкелерінде 9 миллион гектар жер эрозиясына ұшырады. Республикада қазақ халқының үлесі 30%-ға төмендеп, ұлттық тіл, салт-дәстүр мен халықтың жойылып кету қаупі туды. Қазақстанға тың және тыңайған жерлерді игеруге келгендер арасында қылмыскерлер де болды. Нәтижесінде тәртіп бұзушылық пен қылмыс етек алды. Аса көп территория жыртылып, нәтижесінде көп жер тіршілікке жарамсыз болып қалды. Қазақ мектептері, қазақ тіліндегі газет журналдар азайды. Тың игерілген облыстарда 700 қазақ мектебі жабылды. Салдарында біріншіден қазақ жастарын ұлттық тілі мен мәдениетінен қол үзуіне әкеп соқтырды. Екіншіден қазақ елінің белді мекендері мен жер су атаулары орысша атала бастады. Жақсы, рахмет Өзбаға. Ал Нұрасыл. Позиция. Тың игеру саясаты дұрыс болды. Түсіндіру. Бұдан көптеген қалалар, жолдар салынды. Көптеген техникалар келді, астық мол болды. Қазақстанда халық саны көбейді. Мысалы, астық ауылға жетті, мәдениеті, экономикасы дамыды. Салдар, менің ойымша тың игеру саясаты сол кезде жақсы болған. Қазірдің өзінде тың игеру саясаты дамып келе жатыр. Жақсы, Нұрасыл, өте керемет баға. Рахмет отыралы. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, қазір біз сіздермен Үдеріс бағдарламасы арқылы бүгінгі білімдеріңізді қорытындылайық. Бағыңыз қазір сіздерге мына қарасып беремін. Жақсы, тамаша, барлығымыз дұрыс жауап беріппіз. Тың игерудің жүргізген облыстар ол бізде Ақмола, Торғай, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Көкшетау. Келесі сұраққа назар аударайық. Тақтаға. Жақсы, барлығымыз. Ал. Болсын. Назар. Ayolım, Nurasıl. Nurgül. Sayat. Жақсы өте тамаша. Жақсы, рахмет. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, табыс ағашы әдісі арқылы бүгінгі сабақта өздеріңіз қандай білім алдыңыздар? Яғни қызыл алманы таңдасаңыздар, сабақ қызықты болды, барлығы сіздер үшін түсінікті болды, барлық тапсырмаларды орындай алдыңыздар. Ал егер сары алманы таңдасаңыздар, сабақ қызықты болды, кейбір тапсырмаларды орындай алмадыңыздар. Жасыл алманы таңдасаңыздар, сабақ қызықсыз болды, тапсырмаларды орындай алмадыңыздар. Бұл болсын, қай алманы таңдайсыз? Менің сабақ сіз үшін қандай болды? Мен қызыл алманы таңдайтын себебі бұл сабақ мен үшін қызықты әрі пайдалы болды. Мен өзім тың игеру жылдары қай жыл екенін және өзіме керекті біраз ақпарат. Жақсы, рахмет. Қалай өтеді? Сен қай алманы таңдайсың? Мен қызыл алманы таңдаймын. Өйткені маған сабақ қызықты және өзіме керек нәрселерді өзіме алдым. Және бәрін білдім. Тың игеру жылдарындағы өзгерістерді білдің, иә? Жақсы, рахмет. Тамаша. Ал Арман, сен қай алманы таңдайсың?
қызыл алманы таңдаймын және тың игеру жолындағы салаларды түсініп және қанша қалалар салынғанын біліп өзіме керекті ақпаратты бәрін жинаймын. Жақсы, тамаша, рахмет. Нұргүл, сен қай алманы таңдайсың? Мен де қызыл алманы таңдаймын. Бүгін маған сабақта барлық нәрсе түсінік болды және қызық болды. Жақсы, рахмет. Саят? Мен қызыл алманы таңдаймын. Маған бүгін сабақта бәрін түсіндім және қызықты болды. Рахмет. Расул? Мен де қызыл алманы таңдаймын. Себебі мен тың игерудің жақсы және жаман жақтарын да білдім. Қанша қалалар санын салғанын білдім. Бүгін сабақ маған ұнады. Жақсы, рахмет, тамаша. Аяулым? Мен қызыл алманы таңдаймын. Бүгінгі сабақ маған қызықты және түсінікті болды. Жақсы, тамаша, керемет. Ал балалар, енді үйге тапсырма, тың игеру жылдарындағы Қазақстан. Бүгінгі сабақ үшін сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.